Челябының Жақсылық қазақ мәдени орталығының төрағасы Юлет Байдәулетовтың Қостанайға мұндай шеберлік сабақтарына алғаш келуі емес. Оның алдында Ресей жерінде қазақ халқының қазақ тілі мен мәдениетін сақтау міндеті тұр. Бүгінде Челябі облысында 40 мыңнан астам қазақ тұрады. Көпшілігі ана тілдерін білмейтіндіктен тілдерді оқыту орталығы жұмыс істеп, мәдени шаралар өткізіледі. Біздің облыста қазақ халқының салт дәстүрі жақсы сақталған, бірақ тілді ұмытып жатырмыз. Біз Ресей жерінің тұрғындары болғандықтан көбіне орыс тілінде сөйлейміз. Ал қазақ тілі біздің ана тіліміз, дейді Юлет Байдәулетов. У нас теряется казахский язык не потому, что мы хотим его терять, а потому что мы все-таки жители России. У нас основной язык родной получается русский, а казахский язык, он наш родной язык. Троицкіде қазақтардың өз тілдерін меңгеру үшін барлық жағдай жасалуда. Арман ұлттық мәдени орталығында ниет білдіргендер үшін тілді оқыту курстары ашылған. Кітаптар мен оқу құралдарымен орталықты Қостанай облысы қамтамасыз етеді. 2011 жылдан бері қазақ тілі курстары бар. Мен нөмірі 9 мектепте жұмыс істеймін. Мектеп жанынан курстар өткіземіз. Троицкіде ана тілдерін үйренгісі келетіндер өте көп. Түрлі жастағыларға арналған топтар жұмыс істейді, дейді Троицк қаласындағы Арман қазақ мәдени орталығының басшысы Ғалия Сәрсенбаева. На несколько групп есть возрастные группы. Қазақ мәдени орталықтарында ана тілдерін білетін педагогтар жетіспейді. Жағдайды түзетуге қостанайлық әріптестері көмектеседі. Облыстық тілдерді дамыту орталығында ресейлік оқытушыларды оқытып, әдістемелік материалдармен бөліседі. Бүгін біз шеберлік сабағын өткізіп жатырмыз. Челябі облысының қазақ жастары өз тілдерін білмейтініне қазақ диаспорасы алаңдайды. Облыс әкімі бұл салада бізді қолдағандықтан жыл сайын арнайы қаражат бөлеміз, дейді облыстық тілдерді дамыту басқармасы басшысының орынбасары Қазымбек Ахметов. Аким области нас поддерживает в этом отношении, выделяем мы специальные средства ежегодно. Шеберлік сабағында қазақ тілін қалай қызықты етуді үйретті. Бұл әдебиеттің заманауи технологияларды қолданудың көмегімен жастарға ана тілін меңгертуге көмектеседі.